Ассалаумағалейкум достар, сіздердің бүгін олжы достар. Үшім өздеріңіз көргендеріңіздей бүгінгі видеода мен сіздерге өте керемет кино істеген болатынмын, және де бұл мен осы киноны біреуден алдым. Енді бұның оригиналын таба алмадым мен, ол да балалы біреуден алған болатын достар. Давайте осы видеоға лайктарыңызды басып отырыңыздар, және де мен осы видеоны озвучить еттім, және де бір өзім түсірген болатын достар, және де ендігі екінші бөлімді көргілеріңіз келсе, давайте осы видеоға 10 лайкты басып тастаңыздар, ендеше видеомызды бастаймыз. Бәрі дайын ба? Әрине Басеке, бәрі дайын. Олар самолеттің ішіндегі бомбаны қалай байқамады? Самолеттің ішіндегі бомбаны олар қалай білмей қойды? Ай, әттеген-ай, аңқау болу өте қатты қиын екенін енді түсінген секілдімін. Бірінші тапсырмамыз орындалды. Nobody thought she was cool. She always walked the halls looking down at the ground. She didn't want to be noticed cause no one wanted her around. She was bullied every day. Мырза, сіздің бірінші тапсырмаңыз орындалды. Жарайсың, енді сенің екінші тапсырмаң Тимурды өлтіру. Ол фактордың патшасы болғандықтан сен оның көзін жою керексің. Қорықпаңыз мырза, мен оның көзін әп-сәтте жоямын. Ондай болса, сен менің алдыма тек қана жақсы хабармен оралуға тиіссің. Егер де жақсы хабармен оралып оны өлтіретін болсаң, екеуміз Бермуде қаласын басқаратын боламыз. Ендеше саған тек қана сәттілік. Тимур деген сен бе? Қоян, сен менің жеріме қалай кіріп кеттің, а? Мен қоян болсам да сенен мықтымын. Мен сенің бұнда әшейін емес, көзіңді жоюға келдім. Егер де сен менің көзімді жойғың келсе, кел ендеше шайқасайық. Өзіңнің мықты қоян екеніңді дәлелдегің келсе, кел. Менімен бірге бір жекпе-жекке шық. Көрейік кім мықты екенін. Сен мені ұтамайды деп ойладың ба? Мен қоян болсам да дәл қазір сенің көзіңді жоямын. Working every day of his life. He had friends and family who loved him, especially his kids and wife. He's tired of people using him. It's getting to his head. He's been Басеке, мен Тимурдың көзін жойдым. Жарайсың. Мен бұндай қояндарды шілей бұндай мықты болады деп ешқашан да ойламаппын. Басеке, енді маған берем деген өзіңіздің қазынаңызды картасын берсеңізші. Ол карта Мел көшесінде орналасқан, яғни Мел деген жерде. Өзің де оны білетін шығарсың. Ендеше барып өзіңе тиесілі қазына кет. Сізге көп рахмет. Мен сіздің айтқандарыңызды орындадым. Ендеше өзіме тиесілі қазына алып кетейін. Мынаның ішінде дым да жоқ қой. Ол теңізші Ақбас бізді алдап кеткен бе? Мен оның әлде сазайын беремін. Басеке, оның ішінде дым жоқ еді ғой. Сіз оған неге жалған қазынаны бердіңіз? Қорықпа, оның ішінде ештеңе жоқ болса да мен олардың артынан 10 шақты әскерімді жібердім. Ол ең мықты әскерлерімді жібердім, олардың көзін әп-сәтте құртады. Бұның арты жақсылыққа апарады деп ойлайсыз ба? Қорықпа, бұның арты жақсылыққа апарады. Енді біз Бермуде қаласын өзіміз басқаратын боламыз. Енді сен осы жерде еркін жүре бер. Енді біз осы жерді мен басқаратын боламын. Ал анау сүмелі қояндарды өлген шығар деп ойлаймын.
жалғасы бар.